Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен женттің ерекше рецептісімен бөліскім келеді. Бұл рецепт әдеттегі жент рецептерінен кішкене өзгеше дайындалатын қосатын қоспалары арқылы керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепті пайдаланып көруге кеңес беремін. Сіздерге 100% ұнайтынына толықтай сенімдімін. Өзінің формасын керемет ұстайды, ерекше дәмді болып шығады. Мен үй жағдайындағы қуырылған диірменнен тартылған бидай талқанын қолданамын. Енді үстіне ерітілген сары майды құйып, үстіне кез келген сгущенка салсаңыз болады. Мен вареная сгущенка салдым. Біріктіріп ұстап тұру үшін сары майды көп құймадым, өйткені майлы болып кетпес үшін. Енді барлығын әдемілеп жақсылап тұрып, біріккенше араластырамыз. Енді дайын массамыздан жент жасаймыз. Мен арнайы силиконды форманы алдым. Оның ішіне ерітілген шоколад жағып алдым. Үстіне дайын жент салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қатырып алдым. Ал қалған массадан қолмен арасына осындай миндаль салып, домалақ пішінін тәрізді жент десерт жасадым. Бұл жерде өз ойларыңызбен безендірсеңіздер болады. Ал мен домалақ қылып жасаған жент үстіне ерітілген шоколадты сеуіп, үстіне грех орехын жарты бөлігін үстіне қойдым. Және дөңгелек жентті кокос стружкасына мінекей осылай аунатып алдым. Мінекей сіздерге 3 түрлі жент түрлерін жасадым. Мінекей достар, жент өте дәмді болып шықты. Дәл осы рецепті жасауға кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына толықтай сенемін. Өздерінің формасын әдемі ұстайды. Дәмі өте керемет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Гүлгүл.